Әшімбаевтың өмір насихаттауға арналған байқауымызды алып келіп отырмыз орталарымызға. Бұл сіздер үшін, бұл сіздердің болашақтарыңыз үшін. Өткенді білмей болашақ болмайды дейді. Сондықтан да өткенді біліп, тарихты біліп, өткен уақыттағы үлгі болатын, өнеге көрсететін ұлы есімдерді сіздер терең зерттеп, солар арқылы өздеріңіздің болашақтарыңызды жоспарлай аласыздар. Енді осы елдің тумасы, осы ауылдың азаматы, елден шыққан әлемге әйгілі Сағат Әшімбаевты барлықтарыңыз да жақсы білесіздер. Біздің мақсатымыз осы Сағат Әшімбаевтың өмірін сіздерге байқауды ұйымдастыра отырып, сіздердің таланттарыңызды ашу, сіздердің шығармашылықтарыңызды ашу, сіздерге болашаққа бағыт бағдар беру. Жалпы 3 номинация бойынша байқау ұсынылған. Бірінші шындық жаршысы, бұл мақала жазу болатын. Мақала бұл жерде жазбайсыздар, дайын мақалаларыңызды алып келдіңіздер, сол мақалаларыңызды түсіндіріп айтып бересіздер. Яғни бұл мақаланы мен қалай жаздым, нені ұстандым, мақала оқылғаннан кейін сол мақалаға өздеріңіз кәдімгі талдау шолу жасап айтатын боласыздар. Екінші қаламгердің ізбасарлары өлең немесе ой толғау, яғни ол жерде шындықтың шырағы сөнбейді дейді, әділдік іздеген адам тақырыптарын бергенбіз. Осы тақырыпта Сағат Әшімбаевтың өміріне қатысты өздеріңіздің ой толғауларыңызды, өлеңдеріңізді